Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз қазіргі қазақ тілі фонетикасы, 4-ші дәріс, дыбыс, дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы түсінік. Сіздерге дәрісті оқитын қазақ филологиясы және 2-ші шет тілі кафедрасының доценті Кенжеғалиев Саян Ақылжанұлы. Бүгінгі жаңа дәрісіміз мынандай жоспардан тұрады. Бірінші, дыбыс туралы түсінік, дауысты дыбыстар, олардың жасалу жолдары. Үшінші, дауыссыз дыбыстар, олардың жіктелуі. Фонетика тіл дыбыстарын зерттейтін ғылым. Ол гректің фонетикас дыбыс деген сөзінен алынған термин. Оның негізгі зерттеу объектісі тіл дыбыстары, олардың құрамы мен жүйесі болып табылады. Сонымен фонетиканың қарастыратын мәселелеріне тіл дыбыстарының пайда болуы, олардың іштей жіктелуі және бір-біріне әсері, буын, екпі мәселесі, тілдің дыбыстық жағы мен жазудың ара қатынасы, орфография, орфоэпия, тағы басқа мәселелер жатады. Фонетиканың негізгі қарастыратын мәселесі дыбыс болғандықтан, дыбыс сөзінің беретін мағынасын ажыратып алуға тура келеді. Дыбыс сөзінің білдіретін мағынасы өте кең. Табиғаттағы құлаққа естілетін үннің бәрі де дыбыс деп аталады. Мысалы, желдің гуілі, машинаның гүрілі, тақтамаға бормен жазсақ та белгілі бір дыбыс шығады, тағы басқа. Дыбыс негізінен өзі үшке бөлінеді. Физикалық дыбыстар, тіл дыбыстары, әлеуметтік мәні жоқ дыбыстар. Фонетиканың объектісі мен салалары: адамзат баласының тілі дыбыстық тіл. Тіл дыбыстары әрбір тілдің өмір сүруінің кепілі. Әдетте олар сөз ішінде айтылады. Демек, сөз белгілі бір дыбыстардан тұрады. Ол тіл дыбыстары. Дыбыс тілдің материалдық көрсеткіші, яғни сөз құраудың негізгі кірпіші. Мысалы, сан, сән, сыз, сіз, сөн, сән, немесе бал, тал, қал, қап, қаш дейтін болсақ, дауысты немесе дауыссыз дыбыстың өзгеруіне қарай әртүрлі сөздер туып тұр. Бұл дыбыстың сөз құраушы элементі екенін дәлелдейді. Ал сөз болса, ойды жарыққа шығаратын, басқа біреуге жеткізетін құрал болып саналады. Тіл дыбыстарының мәні бірнеше дыбыстың тіркесіп барып, белгілі бір заттың, нәрсенің, құбылыстың, ұғымның, қимылдың атауын білдіріп, лексикалық мағыналы сөз құрап тұратындығынан көрінеді. Тілдегі буындар дыбыстарға, яғни фонемаларға бөлінеді. Фонема қай тілде болмасын, сөздер мен морфемаларды ажырату үшін жұмсалады. Сөйтіп, фонема сөздерді, тілдегі ұғымдарды мағына жағынан бір-бірінен ажыратуда негізгі қызмет атқарады. Сонымен тілдің жеке мағыналары сөздерін, сөз бөлшектерін жасауға қажетті артикуляциясы жағынан тұрақталған арнаулы дыбыстық элементтердің жүйесін фонема деп атаймыз. Фонема тілдің дыбыстық құрылысының әрі қарай бөлшектеуге келмейтін, ең кішкене мағыналы бөлшегі болғандықтан, жеке сөздің қосымшаның бірін екіншісінен мағына жағынан ажыратып, саралап бөлуге негізгі үлес қосады. Мысалы, той, тор, шаш, шақ, күн, күш, даланы, даланың, үйді, үйдің, тағы басқа мысалдар келтіруге болады. Қазақ тілінің өзіне тән ерекшелігінің бірі болып есептелетін 28 фонема бар. Олар А, Ә, Б, Г, Ғ, Д, Е, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, О, Ö, П, Р, С,
у, ү, о, ыш, о. Бұлар байырғы төл сөздер мен сөз формаларын жасауда акустика, артикуляция жағынан қалыптасқан барлық сөздерде қолданылатын фонемалар. Қазақ тілі сөздік құрамының жалпы дыбыс жүйесінде халықаралық сөздерде қолданылатын 8 фонеманы, яғни В, Ф, Х, терісе, Ш, Х, Ч, С қоссақ, тілімізде барлығы 36 фонема бар. Дыбыс пен әріп екеуі екі түрлі ұғымды білдіретін сөздер. Ауызекі сөйлеу тілінде дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, есту мүшелері арқылы сезілетін физикалық құбылысты тілде дыбыс деп атаймыз. Жазу тілінде дыбыстарды таңбалау үшін алынған белгілерді әріп дейді. Яғни әріп дыбыстың таңбасы. Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар дыбыстау мүшелерінің бірыңғай толық қимылынан пайда болған айтылудағы фонациялық ауаның кедергісіз шығуынан жасалады. Қазақ тілінде 9 жалаң дауысты дыбыс бар. Олар А, Ә, О, Ү, Е, О, Ү, О, Ә. Дауысты дыбыстардың жіктелуіне тоқталайық. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар акустикалық, артикуляциялық ерекшеліктеріне қарай 3 жақты жіктеледі. Бірінші, жақ қатысына қарай. Ашық дауыстылар және де қысаң дауыстылар болып бөлінетіндігін білеміз. Ашық дауыстылар, яғни олар А, Ә, О, Ү, Е дауыстылары ашық дауыстылар болып табылады. Қысаң дауыстылар О, Ә, О, Ү дыбыстарын айтамыз. Яғни жақтың немесе иектің кейін ашылуынан жасалған дауысты дыбыстарды ашық дауыстылар дейміз. Жақтың тар ашылу арқылы жасалған дауысты дыбыстарды қысаң дауысты дыбыстар дейміз. Екінші, ерін қатысына қарай. Еріндік дауыстылар және езулік дауыстылар болып бөлінеді. Еріннің дөңгеленіп, сүйірленіп, алға қарай созылу арқылы жасалған дауысты дыбыстарды еріндік дауыстылар дейміз. Олар О, Ү, О. Езуден кейін тартылу арқылы жасалатын дауысты дыбыстарды езулік дауыстылар дейміз. Олар А, Ә, Е, О, Ә. Үшінші, тілдің қатысына қарай. Жуан дауысты және жіңішке дауыстылар деп бөлеміз. Жуан дауысты дыбыстарды айтқанда, тіл артқа қарай жиырылып, тілдің үсті дөңестену арқылы жасалады. Олар А, О, О. Жіңішке дауыстылар. Жіңішке дауыстыларды айтқанда, тілдің алға қарай созылу арқылы жасалады. Олар Ә, Ү, Е, дыбыстары. Әрі қарай жалғастырайық. Монофтонық дауыстылардың артикуляциясы, яғни жалаң дыбыстардың артикуляциясы. Тілдегі барлық дыбыстар дауыс қатысына қарай, яғни дыбыстарды шығарудағы дауыс шымылдығының керіліп, не жиырылып тұруына қарай екі үлкен топқа бөлінеді. Дауысты дыбыстар, яғни вокализмдер, дауыссыз дыбыстар, консонантизмдер деп. Дауысты дыбыстар дыбыстау мүшелерінің бірыңғай толық қимылынан пайда болған айтылудағы фонациялық ауарының кедергісіз шығуынан жасалады. Дауысты дыбыстардың жасалуындағы өзіндік ерекшеліктері мынадай. Бірінші, дауысты дыбыстарды шығаруда дауыс шымылдығы барынша мол керіліп тұрады да, оның толқуынан діріл пайда болады. Екінші, сол дірілден пайда болған дауыс ауыз қуысы арқылы кедергісіз шығады.
Үшінші, дауысты дыбыстарды шығаруда дыбыстау мүшелеріне күш түседі. Дауысты дыбыстар сөз ішінде буын жігін құрайды және дауыссыз дыбыстармен тіркесе алады. Сонымен ауа өкпеден кедергісіз шығып, үннен ғана тұратын дыбыстарды дауысты дыбыстар дейміз. Қазақ тілінде, яғни 9 жалаң дауысты дыбыс бар. Оларды тағы да бір қайталап өтейін. А, Ә, О, Ö, Е, О, Ö, О және де Ә. Енді бұнымен қоса бізде қосар дыбыс болып естілетін И және де У деген дыбыстарымыз бар. Сонымен бірге орыс тілінен енген теріс Е дейміз. Орыс тіліндегі оборотный Е де осы біздің қазақ тілінде 12 дауысты құрап жүргені сондықтан. Дауысты дыбыстардың құрамы. Дауысты дыбыстар үнге айналған ауаның ішкі сапасына қарай, яғни монофтонық дедік, жалаң және дифтонық құрамды болып екіге бөлінетіндігін тағы да ескерте кетеміз. Монофтонық дегеніміз арасында ешбір артық қосындысы жоқ, таза үннен ғана жасалынған дауыстылар. Бұл топқа ауаның сыртқа шығар жолы мейлінше ашық дауыстылар жатады. Әрі қарай дауыссыз дыбыстар. Үн өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамай еркін шығуынан пайда болса, салдыр өкпеден шыққан ауаның сөйлеу мүшелерінің біріне соқтығып, кедергіге ұшырауынан барып пайда болады. Дауыс, үн, тон деп аталса, ал салдыр, шу, обертон делінеді. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның сөйлеу мүшелерінің біріне соқтығып, кедергіге ұшырауынан пайда болады. Тіліміздегі дауыссыздар сан және сапа жағынан әбден зерттеліп, айқындалып, әлі де бір ізге түскен жоқ. Мектеп оқулықтарында олардың саны әртүрлі айтылып жүр. Бір оқулықтарда 17, енді бірінде 19, 25, кейде 26 дауыссыз дыбыс бар деп ала-құлалықтар кездесіп жатады. Бұның барлығы көбінесе әріп пен дыбысты шатастырудан барып ала-құлалық туып жүр. Мәселен, ш әріп дыбыс емес, ол ш дыбысының 2 рет қайталануынан тұрады. Ш әріпі қазақ тілінде ащы, тұщы, кешші деген 3 сөзде ғана жазылады. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз, ал қазақ тілінде 19 дауыссыз дыбыс бар. Олар Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Ң, К, П, Р, С, Т, У, Х, Ф, Х, Ц, Ч, Ыш. Дауыссыз дыбыстардың дауыс, яғни үн қатысына қарай жүйеленуі. Енді оны үнді дауыссыздар немесе үнсіз дауыссыздар деп бөлеміз. Кейде оларды қатаң, ұяң, үнді дауыссыздар деп те бөліп көрсететін ғалымдар бар. Дауыссыз дыбыстардың енді өзіндік ерекшеліктеріне тоқталамыз. Тіліміздегі дыбыстар үн мен салдырдың, шудың қатысына қарай, яғни 2 үлкен топқа бөлінеді. Бірінші, дауысты дыбыстар вокализмдер, дауыссыз дыбыстар консонантизмдер. Үн өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамай еркін шығуынан пайда болса, салдыр өкпеден шыққан ауаның сөйлеу мүшелерінің біріне соқтығып, кедергіге ұшырауынан барып пайда болады. Дауыс, үн, тон деп аталса, ал салдыр, шу, обертон делінеді. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның сөйлеу мүшелерінің біріне соқтығып, кедергіге ұшырауынан пайда болатындығын тағы да айта кеткенді
жөн деп санап отырмыз. Дауыссыз дыбыстардың жасалуында өзіндік мынандай ерекшеліктері бар. Бірінші, дауыссыз дыбыстардың көпшілігі тамақ қуысында дыбыс желбезегінің кедергісіне ұшырамайды. Сондықтан олардың көбісінде үн болмайды. Олар тек қарқынды ауа арқылы жасалады. Кейбіреулерінде ғана дыбыс желбезегінің аздарған кедергісінен пайда болған көтеріңкі емес, тек бәсең солғын ғана үн болады. Үні жоқ, тек қарқынды ауа мен салдырдың қарым қатынасынан жасалған дыбысты көтеріп созуға, әуенін өзгертуге мүлде болмайды. Себебі олардың естілуі күңгірт немесе төмен болады. Екінші ерекшелігі, дауыссыз дыбыстарды жасауда дауыс шымылдығы жиырылып тұрады, діріл пайда болмайды. Бола қалса да сәл ғана болып, дауыстың қатысы болмай, ауыз қуысындағы әртүрлі кедергі артикуляциялық мүшелердің, яғни тіс, түбі, қызыл иек, ерін, таңдай тағы басқа бір-біріне соқтығысуынан пайда болған салдар ғана болады. Осы соқтығысудан пайда болған салдардан дауыссыз дыбыстар жасалады. Үшінші ерекшелігі, дауыссыздарды айтқанда, көмейде кедергіге ұшырамаған ауа ауыз қуысына өте күшті қарқынмен келеді. Дауыссыз дыбыстарды шығаруда күш ауыз қуысындағы кедергі мүшелерге түседі. Төртінші ерекшелігі дауыссыз дыбыстардың, оларды дыбыстағанда ауыз қуысы тар ашылады да, астыңғы жақ көтеріңкі келіп, ауыз қуысындағы ауа дауыстыларға қарағанда аз мөлшерде болады. Бесінші ерекшелігі, дауыссыздардың жасалуында ауаның ауыз қуысындағы сыртқа шығар жолы тосқауылды, бөгеулі болғандықтан ауа сыртқа қашанда әртүрлі кедергілер арқылы шығады. Алтыншы ерекшелігі, үнсіз, қарқынды ауаның ауыз қуысындағы артикуляциялық мүшелердің толып жатқан бөгеттеріне соқтығысуынан пайда болған салдар сөз ішінде буын құрай алмайды. Олар тек дауысты дыбыстармен қатар тұрып, дауыстының үніне селбесіп қана естілуі мүмкін. Осындай ерекшеліктермен байланысты олардың дауыссыз, яғни ғылым тілінде терминмен айтсақ консонантизм деген ат пайда болған. Тіліміздегі дауыссыздар сан және сапа жағынан әбден зерттеліп, айқындалып, бір ізге түспеген екенін жаңа дауысты дыбыстарды өткенде де айтып өткен болатынбыз. Мектеп оқулықтарында да бұл дауыссыз дыбыстардың да әртүрлі айтылып жүр. 17, 19, 25, кейде 26 деп де жаңа айтып өттік. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз, ал таза жаңа қазақ тілінде 19 дауыссыз дыбыс бар. Оларда Б, В, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Қ, П, Р, С, Т, У, Х, Ф, Х, Ц, Ч және Ш дауыссыз дыбыстары. Дауыстылардың дауыссыздарға игі ықпалы әсері өте күшті. Мәселен, С дыбысының дауысты дыбыстың әсерінен 4 түрлі реңкте, яғни аллофон кездесетінін көреміз. Мысалы, ас деген сөзді алатын болсақ, бұл жуан, езулік. Енді ес деген сөзді алып көрейік. Ес, жіңішке, езулік. Ос деген сөзді алып көрейік. Жуан, еріндік. Өз, жіңішке, еріндік. Осындай қасиет удан басқа дауыссыздардың бәрінде де бар екенін қазіргі қазақ тілі фонетикасын эксперименттік жолмен зерттеп жүрген
Әлімхан Жүнісбеков дәлелдеді. Бұны фонетист, ғалым Сапархан Мырзабеков те қостайды. Утек, жуан, ау, оу және жіңішке еріндік уіл, сурет, келу түрде ғана ұшырайды. Мұны алғаш анықтаған Әлімхан Жүнісбековтің айтуынша, қазақ тіліндегі консонантизмдер жүйесі 17 сингарматиптен немесе 66 сингарма дауыссыздан құралады. Яғни бұны эксперименттік жолмен зерттеп жүрген ғалымдар дәлел келтіреді. Дауыссыз дыбыстардың жасалуы мен құрамы. Қазақ тілі дауыссыз дыбыстары жасалуы мен айтылуы, яғни артикуляциялық, акустикалық орнына қарай мынадай топтарға бөлінеді. Бірінші ерін фонемалар, яғни билабиал дейміз. П, Б, М, О, яғни ерін арқылы жасалады. Екінші тіс фонемалар, оларды дентал дейміз. Т, С, З, Д. Үшінші тілдің үші арқылы жасалатын альвеоляр фонемалары, олар Н және Л. Төртінші тіл алды палатал фонемалары, Р, Ж, Ж, И. Бесінші тіл ортасы арқылы препалаталь фонемалары, К, Г. Алтыншы тіл арты веляр фонемалары, Қ, Ғ, Ң. Дауыссыз фонемалардың айтылуына, акустикасына қарай бөлінуі. Дауыссыз дыбыстар акустика артикуляциялық ерекшеліктеріне қарай үш түрге жіктелетіндігін білесіздер. Дауыссыз дыбыстардың үннің қатысына қарай жүйеленуі. Дауыссыз дыбыстарды айтқанда дауыс шымылдығы не мүлдем жиырылып тұрады, не сәл ғана керіліп тұрады. Сондықтан ешқандай діріл дауыс қатысы болмай, тек ауыз қуысындағы дауыстау мүшелерінің бір-біріне соқтығысуынан пайда болған салдар, шу ғана болады. Кейбір дауыссыздарда аздап үннің қатысы болады. Сөйтіп, дауыссыз дыбыстар дауыс, үн қатысына қарай екі үлкен топқа бөлінетіндігін жаңа айтып өттік. Олар үнді дауыссыздар, енді бірде үнсіз дауыстар деп. Кей ғалымдар оларды қатаң, ұяң үнді дауыссыздар деп те бөлетіндігін айта кеткен жөн. Енді бірінші осы үнділерді талдап көрейік. Үнді дауыссыздар. Үнділер естілуі, яғни акустикасы жағынан дауыстылардағы үнмен шамалас. Санауырлардың үні үнсіздермен салыстырғанда дауыстылардағы сияқты көтеріңкі, анық естіледі. Бірақ қарқыны, айқындылығы жағынан алғанда дауыстылардың үнінен төмендеу, көмескілеу естілетіндігін байқаймыз және де көреміз. Мысалы, үнді санауыр дауыссыздарға Л, М, Н, Ң, Р, И, У жатады. Ыннан басқасы, ын дыбысынан басқасы, дауыстылар сияқты өзге дыбыстың әсерінен алмасыруларға ұшырамайды. Мысалы, түнгі, түнгі, жанбады, жанбады, жанпейіс, жанпейіс тағы басқа мысалдарды келтіруге болады болғанда. Үнді дауыссыз дыбыстардың бәріне ортақ белгі дауыстың мол қатысуы. Басқаша айтқанда, үнді дыбыстардың жасалуында дауыс желбезегі мол қатысады, мол тербеледі. Үнді дауыссыздарды ұйыстырып отыратын бірегей белгі осы болып табылады. Үнді дауыссыздарда үн басым болады, салдыр аз болады. Үнді дыбыстар жасалу орнына қарай, яғни ауыз жолды деп және де мұрын жолы деп екіге бөлінетінін тағы да білеміз. Яғни жасалу жолына
қарай өз ішінен екіге бөлінеді. Ауыз жолдылар ауыз артикуляциясы арқылы пайда болады, және де бұларды дыбыстағанда фонациялық ауа ауыздан шығады. Сондықтан р, о, и, у дыбыстарын ауыз жолды үнділер деп атайды. Мұрын жолдылар мұрын қуысы арқылы жасалады, және де бұларды дыбыстағанда фонациялық ауа мұрын арқылы шығады. Сондықтан дыбыстарын мұрын жолды үнділер деп атайды. Енді осы дыбыстардың жасалу ерекшеліктеріне кеңірек тоқталып көрейік. Ар, тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасы арқылы жасалады. Яғни тіл ұшы қызыл иекке тиіп, ауаның қарқынымен дірілдеуінен пайда болады. Сондықтан бұл дыбысты діріл немесе вибрациялық дыбыс деп те атайды. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай діріл, дауыс қатысына қарай үнді. Р дыбысы сөз ортасы мен соңында жиі кездеседі, ал сөз басында тек өзге тілден енген сөздерде ғана кездеседі. Қазақ тілінде сөз р дыбысынан басталмаған. Кірме сөздегі ырдың алдынан дауысты дыбыстарды селбестіріп, протеза құбылысы яғни жасап айтқан. Мысалы, русский, орыс, рас, ырас, рақым, рақым, ренжі, ренжі, леп, леп, рең, рең, рет, рет, үрістем, үрістем, риза, риза, рұқсат, рұқсат, тағы басқа осындай протезалық құбылыстарды кездестіруге болады. Ыл дыбысы. Ыл дыбысы да тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасында жасалады. Ыл дыбысын айтқанда тіл ұшының күрек тіс пен қызыл иек шекарасымен тоғысып, тілдің екі жағы ашық қалады. Сондықтан кейде оны қос бүйір дыбыс деп те атайды. Дыбыстағанда дауыс желбезегі мол тербеледі, яғни мол қатысады. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай жанама, жуысыңқы деп айтуымызға болады. Дауыс қатысына қарай үнді. Ол сөздің барлық шенінде, яғни барлық позициясында ұшырайды. Сөз басында протезаланып естіледі. Ереже бойынша сөз мағынасына нұқсан келмесе түсіріліп жазылады. Мысалы, лақ, лағу, лаж, лазым, лайық, лаң, лас, лек, леп, löп, лап, тағы басқа. Ал мынадай сөздерде түсірілмей жазылады. Ілік, ілес, ілім, ілгек, ілгіш, ілкі, тағы басқа. Кейде бұл ол, сол есімдіктері бо, о, со болып, алып, ап, келіп, кеп, келіпті, кеп, кепті, қалыпты, қапты болып түсіріліп те айтыла береді. Әрі жазыла беретіндігінде білеміз. Әрі қарай үшінші дауыссыз дыбысымыз үнді и. Тіл түбі мен тілшіктің жуысуы арқылы жасалады. Яғни иді айтқанда тілдің ұшы мен күрек тіске тиіп, екі шеті бүйір тістерге тиеді де, ортасы жұмсақ таңдай мен қатты таңдайдың түйіскен тұсына қарай көтеріледі. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай жуысыңқы, дауыс қатысына қарай үнді. И дыбысы қазақ тілінде сөз басында келмейді, яғни дауыссыз қысқа и. И сөз ішінде тек дауысты дыбыстардан соң ғана тұра алады. Дауыссыздан соң тұруы мүмкін емес. Мысалы, қиын, киім, дүние, ине, ит, жиын, тиіс, тағы басқа келтіруімізге болады. У дауыссызы қос ерін арқылы жасалады. Яғни, у дыбысы астыңғы және үстіңгі еріннің дөңгелене жуысуы арқылы пайда болады. Сонымен у
қос ерін, ызың, дауыссыз. Жасалу орнына қарай қос ерін, жасалу тәсіліне қарай жуысыңқы, яғни ызың, дауыс қатысына қарай үнді. У дыбысы да қазақ тілінде сөз басында келмейді. У сөз ішінде тек дауысты дыбыстардан соң ғана тұра алады. Дауыссыздан соң тұруы мүмкін емес. Мысалы, уақыт, о уақыт, уайым, уайым, буын, буын, уық, уіл, уәде, уәкіл, тағы басқа мысалдарды көптеп келтіруімізге әбден болады. У дыбысының еріндік күші тіпті еріндік дауысларда да басым. Сондықтан ол өзінен кейін келген а, сияқты езуліктерді айтқыздырмайды. Мысалы, ауыл, тәуір, сәуір, әуен, әуез, әуе, түйе, сурет және де тағы басқа мысалдарды көптеп келтіруімізге әбден болады. М дыбысы екі еріннің бір-біріне нық тиіп, жымдасып барып, кілт ажырауынан жасалады. Яғни, астыңғы және үстіңгі еріннің тоғысуы арқылы пайда болады. Бұрын қабысыңқы де айтқанын ғалымдардың еңбектерінен де көріп жүрміз. Жасалу орнына қарай қос ерін, жасалу тәсіліне қарай тоғысыңқы, дауыс қатысына қарай үнді. М сөздің барлық женінде қолданылады, яғни М дыбысы, және өзге дыбыстардың ықпалынан өзгеріске түспейтіндігін білеміз. Ң дыбысы тілдің ұшы, күрек, тіс, қызыл иектің шекарасы арқылы жасалады. Яғни ны айтқанда тіл ұшы күрек түске, қызыл иекке нық тиіп тез ажырайды. Тіл ұшы төменгі күрек түске тіреледі, не сәл жоғарырақ тұрады. Фонациялық ауа мұрын қуысынан шығады. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай тоғысыңқы, яғни шұғыл, дауыс қатысына қарай үнді. Н дыбысы сөздің барлық деңгейінде, барлық позициясында ұшырайды, өзге дыбыстардың әсер ықпалына бейім тұратын дауыссыз дыбыс екенін жақсы білеміз. Ң тіл арты мен тілшік арқылы жасалады. Яғни тілдің арт жағы жұмсақ таңдаймен жымдасады да тез ажырайды. Содан барып фонациялық ауа мұрын жолы арқылы шығады. Жасалу орнына қарай тіл арты, жасалу тәсіліне қарай тоғысыңқы, шұғыл, дауыс қатысына қарай үнді. Ң сөз ортасы мен сөз соңында ғана қолданылады. Сөз басында келмейтіндігін өздеріңіз білесіздер. Жинақтай айтқанда, үнді дауыссыздар акустикалық айтылу сапасына қарай да іштей екіге бөлінеді. Ашық үнді дауыссыздар, міңгір үнді дауыссыздар. Енді ол ашық үнді дауыссыздар ар, у, и бағана өткенде айтып отырмын, жаңа міңгір үнді дауыссыздар ың. Яғни ауыз жолды және мұрын жолды деп те бағана сіздерге бөліп лекцияда бұл туралы айтқан едік. Қысқасы, үнді дауыссыздар дауыстылар мен үнсіз дауыссыздардың аралығында тұрған өзіндік қолданылу ерекшелігі бар дыбыстар деп те айта аламыз. Енді мынау үнсіз дауыссыздар немесе қатаң ұяң дауыссыз дыбыстар. Үнсіздерде үн, дауыс мүлдем жоқтың қасы деуге болады. Олардың естілуі акустикалық жағынан біркелкі емес. Олар дауыс үннің қатысы жағынан екі түрлі жолмен ажыратуға болады. Үнсіздердің бірін айтқанда, жұтқыншаққа саусақты тигізгенде аздап діріл пайда болса, ұяң дыбыс болады да, ондай діріл сезілмесе, қатаң дыбыс болады. Екінші,
Екі құлаққа екі қолды қойып, үнсіз дыбыстардың бірін қаттырақ айтқанда жаңғырық естілсе, ұяң дыбыс болады да, ондай жаңғырық естілмесе, қатаң дыбыс болады. Міне осындай акустикалық қасиеттеріне байланысты үнсіздер іштей екіге бөлінеді. Қатаң дауыссыздар, ұяң дауыссыздар. Қатаң дауыссыздар, тоқталып өтейік. Қатаң дауыссыздардың бәріне енді ортақ белгі дауыстың ол қатыспауы. Яғни қатаң дауыссыздардың жасалуына дауыс желбезегі қатыспай бейтарап қалады. Оларды үйістіріп отыратын бірегей белгі осы болып табылады. Қатаңдарда мүлдем үн болмайды, өйткені оларды айтқанда ауа қарқыны дыбыс желбезегіне соқтықпайды. Сондықтан желбезек қимылдамайды, ауа қарқыны ауыз қуысындағы тиісті сөйлеу мүшесіне күшпен келіп соғылады да тегіс қалдырғана естіледі. Енді қатаң дауыссыздардың өзіндік жасалу ерекшеліктеріне кең түрде таратып айтып көрейік. Мысал келтірейік. П дыбысын айтқанда екі ерін бір-біріне нық тиіп жабысады. Өкпеден шыққан ауа екі ерінді бұзып өтеді. Содан барып ауа кілт үзіліп, дыбыс тез шығып айта алады. Жасалу орнына қарай қос ерін, жасалу тәсіліне қарай шұғыл, дауыс қатысына қарай, яғни қатаң. Т тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасы арқылы жасалады. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай тоғысыңқы, шұғыл, дауыс қатысына қарай қатаң. Т өзге дыбыстың ықпалынан алмасуға ұшырамайтын дыбыс. Қ дыбысы тіл түбі мен тілшік арқылы жасалады. Яғни Қ дыбысы тіл түбі мен тілшіктің тоғысуы арқылы пайда болады. Жасалу орнына қарай тіл түбі, жасалу тәсіліне қарай тоғысыңқы, дауыс қатысына қарай қатаң. Қ сөздің барлық шенінде қолданылады. К тіл ортасы мен таңдай арқылы жасалады. Яғни К дыбысы тіл ортасы мен таңдайдың тоғысуы арқылы пайда болады. Жасалу орнына қарай тіл ортасы, жасалу тәсіліне қарай тоғысыңқы, дауыс қатысына қарай қатаң. К сөздің барлық шенінде қолданылады және сөз ортасында негізінде ұяңдап айтылады. С тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасы арқылы жасалады бұлда. Яғни С дыбысы тіл ұшының күрек тіс қызыл иек шекарасымен жинақы жуысу арқылы пайда болады. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай ызың, дауыс қатысына қарай, яғни қатаң. Ш тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасында жасалады. Яғни Ш дыбысы тіл ұшының күрек тіс қызыл иек шекарасымен жайылыңқы жуысу арқылы пайда болады. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай жайылыңқы, дауыс қатысына қарай қатаң екендігін жақсы білеміз. Жалпы алғанда Ш, Ж дыбыстарын айтқанда тілдің ұшы аздап, С-зыны айтқандағыдай көтеріледі де, екі бүйірі жоғарғы тістерге тіреліп, тілдің үстіңгі жағы екі жерден таңдайға жоқтайды. Сондықтан бұлар қос фокусты дауыссыздар делінеді. Ш бірақ сөзде ұяңданады. Яғни ол реніш, ренжі деген сөзде дауыссыз дыбыс қосқанда ұяңданып естіленетінін көруге болады. Әрі қарай ұяң дауыссыздардың бәріне ортақ белгі дауыстың жартылай қатысуы, яғни ұяңдардың жасалымына дауыс желбезегі жартылай қатысады, жартылай тербеледі. Оларды үйістіріп отыратын бірегей белгі осы болып табылады. Ұяңдарды айтқанда ауа екпіні әлсіреп барып, ауыз қуысындағы тиісті мүшеге соғады. Ауа екпіні қатты болмағандықтан
олар жұмсақтау айтылады. Яғни яңдарда салдыры басым болып, дауыс үн аз болады. Бұны айтқанда екі ерін бір-біріне нық тиіп жабысады да, өкпеден шыққан ауа екі ерінді бұзып өтеді. Содан барып ауа кілт үзіліп, дыбыс тез шұғыл айтылады. Жасалу орнына қарай қос ерін, жасалу тәсіліне қарай тоғысыңқы, дауыс қатысына қарай яң. Б дыбысы кірме сөздерде болмаса сөз соңында келмейді. Д тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасында жасалады. Яғни ш дыбысы тіл ұшының күрек тіс қызыл иек шекарасымен жұғысу арқылы пайда болатындығын білеміз. Әрі қарай Г дыбысы тіл ортасы мен таңдай арқылы жасалады. Яғни Г дыбысы тіл ортасы мен таңдайдың тоғысу арқылы пайда болады. Сөз ортасында жұғысыңқы болып жасалады. Ға дыбысы тіл түбі мен тілшік арқылы жасалады. Яғни Қ дыбысы тіл түбі мен тілшіктің тоғысу арқылы пайда болады. Сөз ортасында жұғысыңқы болып жасалады. Ғына айтқанда тілдің арты жұмсақ таңдайға жуықтап тұрады да, кішкене тіл дірілдеп тұрады. Ғ дыбысы тек жуан дауыстылармен ғана айтылатындығын білеміз. З дыбысы тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасында жасалады. Яғни З дыбысын айтқанда ауа екпіні тіске соқпай, тіл ұшынан ызылдап шығады. З тіл ұшының күрек тіс қызыл иек шекарасы мен жинаңқы жұғысу арқылы пайда болады. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай ызың, дауыс қатысына қарай яң екенін білесіздер. З дыбысы сөздің барлық позициясында қолданады. Ж тіл ұшы мен күрек тіс қызыл иектің шекарасында жасалады. Яғни тіл ұшының күрек тіс қызыл иек шекарасы мен жайылаңқы жұғысу арқылы пайда болады. Сөз басында жабысыңқы, яғни африкат болып жасалады. Жасалу орнына қарай тіл ұшы, жасалу тәсіліне қарай ызың, дауыс қатысына қарай яң. Ж дыбысы сөз соңында аз кездеседі. Мысалы, лаж, мұқтаж, уәж, талан-тараж, тағы басқа еліктеу сөздерде, мысалы, быж, тыж, күж, қыж, тағы басқа дыбыстарда кездеседі. Дауыссыз дыбыстардың айтылу, яғни ауаның шығуы жолына қарай да үш топқа бөлуге болады. Яғни шұғыл дауыссыздар, олар Б, П, Б, Т, Д, К, Г, Қ, М, Н, Ң. Ызың дауыссыздар С, З, Ш, Ж, Л, И, О. Діріл дауыссызы бұл Р дауыссыз дыбысы. Шұғыл дауыссыздарды айтқанда дыбыстау мүшелері біріне бірі жабысып, ауа кілт үзіледі де, содан соң шұғыл қайта жалғасады. Ал ызыңдарды айтқанда дыбыстау мүшелері бір-біріне жуысып, ауаның сыртқа шығар жолын барынша тарылтады, бірақ ауа бір жола үзілмейді, сыздықтап, сүзіліп шығады. Діріл дауыссыз тіл ұшының дірілдеуінен пайда болады. Дауыссыз дыбыстар жасалу тәсілі жағынан тоғысыңқы және жұғысыңқы дыбыстар болып екіге бөлінеді. Тоғысыңқы дыбыстар актив және пассив сөйлеу мүшесінің айтылуда бір-біріне нық тиіп қабысуынан, ауыз қуысында ауа толқынын мүлде бөгеп қалатын тосқауылдан пайда болады. Нық тоғысқан байланыс екі түрлі тәсіл арқылы ажырайды. Біріншіден, артикуляциялық мүшелер кілт үзіліп, ажырасқан кезде екі мүшенің арасынан ауа шұғыл лепті қарқынмен сыртқа шығады. Тоғыса байланысқан екі мүшені мұндай тәсілмен ажырату үзілмелі шұғыл тәсіл, ал осы үзілуден кенет пайда болған дыбыстар шұғыл дауыссыздар болып саналады. Олар Б, П, Д, Т, К,
к, қ, м, ың. Екіншіден, тоғыса байланысқан сөйлеу мүшелері әуелі үзіліп барып, ақырын жайлап жуысады. Осы кезде ауа екі мүшенің жуысуынан пайда болған сызат, жарықшақ жол арқылы сыртқа сүзіліп шыға бастайды. Мұндай тәсіл арқылы жасалған дауыссыздар африкат, үзілмелі, сүзілмелі дыбыстар деп аталады. Қазіргі қазақ тілінде екі африкат дыбыс бар. Олар ч және де ц. Жуысыңқы дауыссыздардың жасалуында актив мүше, пассив мүшеге жуықтап жақындауынан екеуінің арасында өте тар сызат жол жасалады да, ауа толқыны сол сызат жолдан сүзіліп сыртқа шығады. Ауа сыртқа шығарда сол сызаттың қабырға жиектеріне сығылысып, сүйкелеу өтуінен жуысыңқы дыбыстарға тән ерекше дыбыс шу, ызың пайда болады. Жуысыңқы дауыссыздарға мыналар жатады: ж, ш, з, с, г, ғ, в, ф, у, и, х дыбыстары. Еріндік дыбыстар екі еріннің белсене қатысу арқылы жасалады. Әсіресе б, м, п фонемаларын айтқанда, екі ерін бір-біріне жымдасу арқылы ерін дауыссыздар пайда болса, екі ерін мейлінше сүйірленіп алға қарай созылуынан да қос ерін у дыбысы пайда болады. Ал астыңғы актив еріннің үстіңгі түске жуысуынан ерін мен тіс дыбыстары в, ф пайда болады. Тіс пен ерін дауыссыздарының жасалуында тіл ұшы астыңғы тіске таман түсіңкі болады. Тіл алды дыбыстары тіл ұшының үстіңгі тіске немесе қызыл иекке не жуысуынан, не тоғысуынан пайда болатындығын білеміз. Тіл ортасы және тіл арты дыбыстарын айтқанда, тіл көтеріліп, ортасы немесе арты барып, қатты таңдайға тиеді де, ауа екпіні үзіліп шығады. Х әріпін дыбысын айтқанда, тіл арты болғанымен, ол тілдің қимылымен жасалмайды. Өкпеден шыққан ауа екпіні күшпен бірақ айтылады да, ешбір мүшеге соқтықпай, сол тіл арқылы жасалып бітеді. Дауыссыздардың артикуляциялық орындарына байланысты өзіндік ерекшеліктерін толық білу үшін оларға қажетті фонетикалық жағдайларды жете түсінген жөн деп санаймыз. Жалпы дауыссыз дыбыстардың енді жазылу емлесінен де айтуға болады. Дауыссыз дыбыстардың сөз жүзінде кездесуі біркелкі емес. Сөз ішінде кездесу ыңғайына қарай дауыссыздарды шартты түрде мынадай топтарға да бөлуге болады. Сөздің жаңағы барлық шенінде, сөз басы, сөз ортасында, сөз соңында кездесе беретін дауыссыздар. Олар бағанада айттым, қайталайын: с, ш, т, қ, к, м, н, з, ж дыбыстары. Қазақ тілінде халықаралық сөздер арқылы енген ф, х, ч, ц сияқты дыбыстар да сөздің барлық шенінде қолданыла береді. Ж дыбысы сөз соңында сирек кездеседі. Х дыбысымен келетін сөздердің санын өздеріңіз білесіздер, өте аз. Сөз соңында айтылуда кездеспейтін дауыссыздар, олар б, д, г дыбысы екенін білесіздер. Әрі қарай сөз басында кездеспейтін дауыссыздар, олар ың, қысқа и, сосын у дауыссыз дыбыстары. Қазақтың байырғы сөздерінің басында сирек кездесетін дыбыстарға л, п, р дыбыстарын жатқызуға болады. Жалпы бүгінгі біздің лекциямыздың қорытындылайтын болсақ, яғни қазақ тілінде дауысты және дауыссыз дыбыстардың қалай жіктелетіндігін толығымен айттық деп ойлаймын. Яғни дауысты дыбыстарды айтқанда өкпеден шыққан ауаның ешбір кедергіге ұшырамауынан пайда болатындығын білдік. Ал дауыссыз дыбыстарды айтқанда өкпеден шыққан ауа, яғни фонациялық ауа міндетті түрде
ол кедергіге ұшырайтындығын көрдік. Яғни сонда дауысты және дауыссыз дыбыстардың бір-бірінен қалай ажыратылатындығын, яғни өкпеден шыққан фонациялық ауаның кедергіге ұшырауынан пайда болатын болса, онда дауыссыз дыбыстар жасалады екен. Ал егерде өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырамаса, онда бізде дауысты дыбыстар жасалады екен. Жалпы қорытындылай келген кезде осы дауысты және дауыссыз дыбыстарды айтқанда мынадай әдебиеттерді пайдалануға болады. Жалпы Аралбаевтың қазақ фонетикасы бойынша этюдтер деген еңбегін пайдалансаңыздар, Ахмет Байтұрсынұлының Ахановтың тіл білімі негіздері, Ахмет Байтұрсыновтың тіл тағылымы, тіл құрал еңбектерін пайдалансаңыздар, Бейсенбаеваның қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, сонымен бірге Дүйсебаеваның қазақ әдеби тілі орфоэпиясының кейбір мәселелерін пайдалануға болады. Жұбановтың қазақ тілі жөніндегі зерттеулері, жалпы қазақ грамматикасы Астана 2002 жылы шыққан, сол еңбекті пайдалансаңыздар, сонымен бірге Кеңесбаев пен Мұсабаевтың қазіргі қазақ тілі лексика және фонетика бөлімдерін алған еңбегін пайдалануға болады. Қалиевтің қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы деген еңбегі бар. Сонымен бірге бағана лекцияда айтып өттім, Сапархан Мырзабековтың қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, қазақ тілінің дыбыс жүйесі, қазіргі қазақ тіліндегі дыбыстар тіркесі, қазіргі қазақ тілі фонетикасы, яғни осындай еңбектері бар. Соны тағы да пайдаланғандарыңыз жөн деп есептейміз. Сонымен бірге қосымша одан да басқа, мысал үшін Жүнісбековтің еңбектерін пайдалансаңыздар, Гласные казахского языка деген еңбегі бар. Тайлақбаевтың қазақ тіліндегі салдар шұғыл дауыссыздар еңбегі бар. Сыздықованың еңбектерін, Рабиға Сыздықованың сөз сазы, сөзді дұрыс айту нормалары, қазақ тілінің анықтағышы, тағы басқа да еңбектерді пайдалануға болады. Жалпы бүгінгі біздің лекциямыз, яғни 4-ші дәрісіміз, қорытындылай келе, қазақ тіліндегі, яғни дыбыстардың 3-ке бөлінетіндігін көрдік. Яғни олар тіл дыбыстары, физикалық дыбыстар және әлеуметтік дыбыстар болып бөлінетіндігін, тіл дыбыстары дегеніміз адамның дыбыстау мүшелері арқылы айтылатындығын білдік. Физикалық дыбыстар, яғни ол денелердің табиғаттағы құбылыстар мен заттардың бір-біріне соқтығысуынан немесе қақтығысуынан пайда болатындығын көрсек, енді 3-ші түрі әлеуметтік мәні жоқ дыбыстар дейміз. Ол мынау жан-жануарлардың бір-біріне дыбыс беруі, малдың жаңағы сиырдың мөңіреуі, жылқының кісінеуі, үйдегі жануар иттің жаңағы дыбыстауы, үруі дейміз, мысықтың яулауы деген сияқты, бұл бізде әлеуметтік мәні жоқ дыбыстар деп аталады екен. Яғни сонда қорыта келгенде айтатынымыз, дыбыс дегеніміз адамның, яғни дыбыстау мүшелері арқылы айтылады екен, есту мүшелері арқылы естілетін үнді дыбыс деп атайды екенбіз. Жалпы бүгінгі біздің лекциямыздың тақырыбы дыбыс, оның ішінде дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы айттық. Өз алдымызға қойған мақсат мұратымызға жеттік деп ойлаймын. Жаңағы қосымша тағы да әдебиеттерді айттым. Сол әдебиеттердің ішінен әрі қарай да менің айтқандарымды толықтырып, қарап, көріп,
бұл еңбектерді бірден бір пайдалануға болады деп есептеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.